аудандық мәдениет және тілдер дамыту, дене шынықтыру, спорт бөлімінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша бір қатар жұмыстар атқарылып келеді. Бөлімге мемлекеттік қызметтер көрсетуге қатысты көптеген өтініштер келіп түскен. Толығырақ алдағы топтамада. Сайрам аудандық мәдениет және тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша жоспарлы жұмыстар іске асырылып келеді. 2024 жылы мемлекеттік қызметтерге қатысты 134 өтінім келіп түскен болатын. Бүгінде барлығы дерлік орындалған. Аудандық мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі тарапынан қазір таңда бізде бір мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Ол қызмет 2-ші, 3-ші дәрежелі спорттық разряд және 1-ші, 2-ші, 3-ші жасөспірімдік разряд. Одан бөлек бізде біліктілік талаптарына сай 2-ші дәрежедегі жаттықтырушы, 2-ші дәрежелі әдіскер, 2-ші дәрежелі спорт нұсқаушысы және спорттық төреші бойынша қызметтер көрсетіледі. Жалпы бізде 2024 жылы осы мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 134 өтінім түскен. Олардың барлығы өз уақытында орындалды. Бұл 134 өтініштің ішінде 82-сі бізде мынау спортшыларға разрядтар беру болса, оның 52-сі мынау әдіскерлер менен спорт нұсқаушыларына берілген біліктілік санаттары. Енді бұл талаптары қалай деп айтатын болсақ, мынау 2-ші разрядты, 3-ші разрядты спортшыларға, бұлар мынау Қазақстан Республикасының чемпионаттарында 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші орын алғандарға бізде 2-ші санатты разрядты спортшыларға беріледі. Ал мынау жасөспірімдік 1-ші, 2-ші, 3-ші санаттық спортшылар, бұлар мынау облыстық жарыстарда жүлдегер болып, чемпион жүлдегер болғандарға беріледі. Және мынау 5 жарыста жеңіске жету керек. Сол талаптар орындалған жерде спортшыларға жаңа разрядтар беріледі. Және мынау жаттықтырушыларға беретін санаттарға келетін болсақ, бұл 2-ші санатты бізде жоғарғы білімді және орта білімді деңгейдегі 2-ші санатты жаттықтырушылар қойылатын талаптар. Бұлар кемінде 1 жыл осы өзінің қызметтік жаңағы жұмыс өтілі болу керек. Және мынау облыстық деңгейдегі 3 чемпион шығарған жаттықтырушыларға 2-ші санаттық жаттықтырушы санат беріледі. 2025 жылдың 3 айында бөлім тарапынан 13 мемлекеттік қызметтер көрсетілді. Оның 8-і спортшыларға разряд беруге қатысты болса, 5-еуі әдіскерлер мен спорт нұсқаушыларына біліктілік санаттылық беру бойынша ұсынылған. Спорттық разрядтар мен біліктілік санаттарын беру бойынша арнайы бекітілген нұсқаулықтар да бар. 2025 жылдың осы 3 ай мерзімінде бізде 13 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның 8-і спортшыларға разрядтар беру, 5-еуі бұл әдіскерлер менен спорт нұсқаушыларына жаңағы біліктілік санаттарын беру бойынша қызмет көрсетілді. Осы спорттық разрядтар менен біліктілік санаттарын беру бойынша әр спорт мектебі, спорт мекемесі біздің бөлімнің атына хат жазылып, жаңағы спортшының жеткен жетістіктерінің жарыстарда хаттамалық жарыстың хаттамасын тізіп, оның бізде мынау халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы соған барып өткізеді. Одан бізге кеп түскеннен кейін бізде мына комиссиялық түрде оны қараймыз. Бір аптаның ішінде талапқа сай ма, сай емес пе, соны тексеріп, одан кейін барып несін береміз. Жауабын беріп, лайықты ма, лайықты емес пе, жаңағы спорт разрядқа болмаса біліктілік санатында 2-ші жаттықтырушы деген санатқа лайықты ма екенін соны комиссиялар қарап жауабын береміз. Бұлардың бәрі халыққа қызмет көрсету арқылы өткізіледі. Жаңағы жаттықтырушылар сол жерге барып өткізеді. Бізден жауабын алған екен бар, сол жерден қайтадан халыққа қызмет көрсету орталығына алып кетеді.